Assalamu alaikum, қыздар ұрпақтар, қалдарыңыз қалай? Амансыздар ма? Бүгін тамыздың 9-шы күні 2022 жыл. Мен Талдықорғандамын. Талдықорғанда қазір Қызырбай Рахман ұлы ақсақалымызбен кездесіп отырмын. Ол кісінің оқушы кезіндегі естіген білгендері бар. Енді ол туралы басқа ешкім білмейді. Осы кісінің аузынан тыңдап білуге болады. Қызайлар туралы үлкен деректерді. Сондықтан да сол кісінің қазір әңгімесінде болмақшымын. Ары қарай тыңдап бөлісіңіздер. Жалпы Қызай ұрпақтарымен арнамызға тіркеліңіздер. Мен Сәулетбай Сарқытұлы. Арнамызда болыңыздар. Ал енді ата. 81 жылы 12 айдың 17 күні Шинжаң Ислам шаянына барып, сол жерге бардық. Ислам шаянға неменеге бардыңыз? Ой, діни білім ғой, молдалық қой. 81 жылы оқуға бардыңыз ғой, Иә. Қанша жас кезіңіз? Сонда 31-32-ден. Сонда іледен ұстау сұрады, Әбілмәжін деген адам барды, елілердің ішінде. Есенқұл. Оның кейін Күлестен Қуаныш деген бар досы. Қонақбай ма сондай. Зектінікі ғой деймін. Зектінікі. 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 Иә. Содан оқып жаттық. Ол жерде Шинжаңнан барғанымыз барлығымыз 13 қазақ бар. 2 қырғыз бар. Сарт ұйғырлардан бір 40 нешеден бар. Дүнгендерден бір 30 адам бар. Қысқатып келгенде әйтеуір сонымен 60-70 адам ол жерде оқып жаттық. Көктем болды. Көктем болғаннан кейін сол поездбенен бір қанша жер аралайтын болды экскурсияға. Содан барып поезд бекетіне бардық. Поезда отырдық. Содан сол Құданың әміріменен Әлен деген адаммен таныстық қалдық. Ол адам біздің жанымызға келді. Қайдан келдіңдер? Іледен келдік. Қайда боласыңдар? Қызай боламыз. О, жақсы. Қызыр шалған Қызайдың балалары екесіңдер ғой. Жақсы. Әлен деген кісі кім болады екен сонда? Сонда Әлен деген адам сол кезден сол бекеттің басшылығы екен, пойыз бекетінің басшылығы. Ұрығы деймін да. Ұрығы қарегер емес сондай. Соныменен әңгімеден әңгіме шығып отырып, осы Қызайда әулие шықты. 4 әулие бар дейді. Әулие бар ма деп сұрады. Бар шығайын, қалың ел. Оның әзін бәлінде әулие шыққанын білмейміз дедік. Сонда тұрып айтқаны. Баяғыда деді біздің Тарбағатайда 3 жігіт әйелі бала көтермей, сонымен Асқалы қапқа барамыз деп, Асқалы қапқа жүріпті дейді. Содан олар аттарын Үрімжіге кеп тастап, Үрімжіден сол тұрпанда Асқалы қапқа мәшінемен кетіпті. Содан Асқалы қапқа барып, сол жерде бір кемпір баққан екен дейді, бір өңгіреккен дейді, аузда шығып қойыпты дейді. Соныменен кемпірге барып, анау-мынаусын беріп, соны балалар не етіп келдіңдер? Осындай еліміз осындай бала көтермей қалды, соны 3 жерге келдік, тауап қылып дегеннен кейін, балалар мында қоса бір жұма жаттыңла, бір жұмадан кейін бір аян береді деп айтты дейді кемпір. Мақұл деп бір жұма жаттық, бір жұмадан кейін кемпір келіп, балаларым, Алла Тағала сендерге ешқандай бір аян бермеді деп айтты дейді. Тек сіздер қайтып бара жатқанда ащы Қызайдың 3 жігіті кездессе, сол үшеуінен 3 нәрсе алсаңдар, сонда сендердің ащы құтыларың бала көтереді деп айтты дейді. Ой, біздің келгеніміз мұнау болса, сонда жақтан Асқалы қаптеп келіп жүргеніміз мұнау болса, мына кемпірдің айтқаны мұнау болса, қайда қаңғырған Қызай жігіттеріміздің қайдан табамыз жол жөнекке бүйтіп жүрсек, Үрімжіден. Сонымен қайттық дейді. Біз қайтқанша 8-ші ай болып, қауындарымыз пысып кетті. Содан Үрімжіге келдік, Үрімжіден беретіп, сол жынға келгенде аттарымыз ұстап кеткенбіз, аттарымызды мініп, содан жол жөнекей шөлдейміз ғой деп қауын қарбыздан алып, атқа түсеміз, алтауымыз. Сол жүргеннен жүріп отырып, Тарбағатайға бұрылатын жолға таман келдік. Bir жерде бір көк ойып
oydum bereken sözüge beğendi atladan. Öşçürdü. Demin aldırayık. Biraz attı cayı balayık. Debe attan düştük. Deyit attan düştükenden gün sonra bir ayı derestimdir atın bulay bilir miyim? Ana saydım işte jota. Sudan götürdüm arkadan çıksa bir ağaç göründü deyit. Ağaç görüngene kadar ağaçtım. Önce su var eken. Biz bir şey ne yapacağız biz? Suga niye varamayız deyip kişkince işte birisi. Bir attın. Nasıl gördün kaptı? Minci de adam var kuşa etip basa. Bir akkal bak ki bir oturuyor bir yerde. O kulay var mı? Kızılaydın jigitler mi gidiyor? İyi. Dep bulay bak karasa. Bir adam jatkan. Bir kalpak ki bir adam oturgan. Seni birisi arjağında jireken şu o ya kempirden aytkan rast boldu deyip. Ayı kuanganan kuanıp. Mince de kızaydın üşü ötecektim. Su var eken, ağaç var eken. Sözlerge bayağı dese halde kiyovlar etti. Korkkanга kos görmekten. Kayda kanka kızaydın jigitip. Kayda suyu. Ötürk sen aytı közüge birden gelestegen o sen. Ол қаймағай сияқты сол жер. Доктор күшін қаймаңай қайда білемін. Деп айтты дейді. Сонымен әлгі жігіттері қарып болып күліп қайда қаңғырып жүрген қызайын жігіттері. Содан әлгі кеншек айтқаннан кейін жанындағы екі кеншектер болса болар енді. Шығып көрейік мына жаққа. Сендер жүрмесеңдер қойыңдар деп сонымен әлгі үш кеншек ana neni darбыз жап тастаған ана жерде бір дарбызды. Сонымен әлгі кішкеншек аттарын әркеп аттарын аузына салыпты, сонымен атқа мініп жүріп кетті. Шыға келсе шындығында көк ағаш тұрған, үш ат байлау тұрған, бір адам жатқан, ақ қалпақтардан әңгіме соғып отырған жанында. Сонымен олар еткеннен кейін әлгі үш жігіттер түсіре алмай, содан артынан бірге жүріпті. Олар да әбден дөңге шыққанда көріпті, көргеннен кейін Құдай оңдады деп келген екен, жанына келіп содан сол жақындап көрсе өзі картен тартқан адам екен, екеуі жастау жігіт екен дейді. Бұл 56-шы жылы болған оқиға. 55-ші жылдар, 54-ші жылдар. Көп Россиядан бұрын. Көп Россиядан бұрын. 1956 жылдар, Одан бұрынырақ сол, содан 2 жыл бұрын. Көп Россиядан бұрынырақ дейді. Сонымен сол Bağana kençekler Sülkana'da bakın selam olup geldim de yedim. Sodan kelip әңгімесі, sodan түсіпті, assalamu aleykum, aleykum selam. Sonra ol jigit, ol çağılda. Aralarda bir-birini tanımay tosur kabul oturup, sodan jigitler söz bastap, biz osындай asqabıl kapqa barıp gele jatırmız. Жақсы балдар, келіңдер, asqabıl kapqa bolsa da çarşağında түсіңдер деп. Сонымен ол жігіттер сонымен алып келген дарбыздарын жарып тастатқан жайып бағана жерде. Сонымен біз осындай асқабыл капқа бардық, бір кемпір осындай бағып жатыр екен. Бір жұма тосыңдар деді. Бір жұма тостық. Бір жұма тосқаннан кейін Алла Тағала сендерге ешқандай аян бермеді. Жол жөнекей қызайдың үш жігіті жолығып үшеуің үш нәрсесі әйелдерің жүкті болып бала көтереді деп айтты. Сонымен кеудеміз толып барып, бөксеміз солып қайтып келе жатқанда Құдай Тағала сіздерді kez kıldı. Sonымен sizde kelip oturgan жағдайымыз осы депті. Sonda қай жақтан келесіңдер осындай? Қаракерейден келеміз. Қайсысы боласыңдар? Ой осындай. Бай жігіт боламыз, бай жігіттің ішінде бәлеліп түгеніміз боламыз. Жақсы болыпты, қарақтарым ондай болса. Жақсы деп. Sonda шалдың аты Мейірман деген адам екен. Екі жігіттің атын білмеймін. Деп айтты ғой енді. Содан осындай үшеуінен үш белгі алып басам деген деп айтқан екен. Содан сол бағанағы Мейірменнің ана шалды. Кіргір такиясы берген балам мынаны ал деп айтты дейді. Такиясы мет дейді. Кенжек. Сонда бір жігіт қамшысын беріпті. Сонда бір жігіт чытын беріпті. Енді сонда бұлар сол жақта сол жекжат жырақтарына барып, нағашы бар ма, жекжат жырақтар бар ма, жоқ апайлары бар ма, бірақ басқа ма, сол жақтан барып сол қыдырып қайтып келе жатқан екен. Сонымен сол еліне барып, осындай болды деп. Мейірман бастауы деген біздің сұттай төрттің ері ол. Содан сол Мейірман ем сол. Содан барғаннан кейін
Olar bir yıldan keyin şundygynda jüktü bolup, paralı bolupdy deydi. Sonda bir aýeldir deydi, enda kimniň aýtkany goý. Bir aýeldir sol algy bir tutkan başyn deýmizbe. Algy tuatyn gezinde, boşanatyn gezinde albaşda basıp baratdyk baydy goý. Sonday bolgan gezinde bagany meýerbanyň kiri takyasyn kigişse, ama eşim boşanatyn bolup deydi. Bir adam kız bolup geçse bagany kamçy bilen sabasa, жазып кететін болды дейді. Енді бір адамның көзіне біз кіртісіп ақты шықпаса, бағана шықпен әйтеу сөйлесіп, көзін сүртсе, сол жазып кететін болды. Сонда қыз айтты, енді әулие бар ма деді ғой. Болса болар дедік. Оны айтып болғаннан кейін. Менің естуімде қыз айдан тоқтай тұрғыш. Қиялбай деген адам шықты деді. Неме қазір Мейірбан дедік па? Мейірбан деген кісі сонда ол кім болды? Қызайдың. Қайдан білеймін, маған атын айтып тұрмын, көрмеген адам ғой. Кім екен, қайсы қыз екен, қайдан мен. Қызай деген адам Мейірман деген біздің Сұптай төртте. Мейірман бастауы деген бастау бар. Сұптайды. Нылқыныкі болды ғой сонда, иә? Ол кісінің елі немене болады? Едіге болады. Едіге? Мейірман Қарымбай қойды. Қарымбай медіңе біреу секенші. Қарымбай боты болады. Кім болса сол болсын, мен оны танымаймын ғой енді. Әленің айтқаны ғой. Сонымен оны айта келіп тұр, өз уағында Қызайдан шыққан Қиялбай, Әулиетке Мүсірбай деген адам болыпты. Содан сол Мүсірбай аққудың терсін киіп ақбозатқа мініп, ел аралап бақсы болып айғайлап жүргенде, содан сол біздің Қаракерейдің төресі ауырып жатыпты. Сол Қаракерейдің төресінің ағырдасына атпен шауып кетті дейді. Шауып кетіп баған төсектің үстінде қозғай алмай жатқан төреге, "О, қызыңды ұрайын тере. Сен біздің Қызайға не көрсетпедің? Енді өлгелі жатсың. Сенің кегімді алайын" деп қамшымен таптап жетті дейді. Атпенен. Сонда бағана көтере тұрып, "Ей, сен Мүсірбай екенсің ғой, Мүсірбай, келгенің жақсы болды. Мен осы аурудан жазылсам, Қызайдың тышқағылағының сирағын сындырмаймын." Төренің атын айтты ма? Ой, кім бе? Қайсы төрекін әйін. Соныменен ағанағы жерде сөйтіп айтты дейді. Мен енді осы аурудан жазылсам, мен тышқағылағына қаш қылмаймын. Сирағын сындырмаймын. Содан бағана жерде аттан түсе қалды, ат үйдің ішінде айналып жүр. Содан атты бір шөк әріп кеткен кіші айтып. Соны Мүсірбай енді жарықтық. Бақсы деген жынды шалсадан бұны ғой енді. Отыра қалып, бағана білегін ұстап жеріп, мұна білек тұсап, лақтып бұла жеп мұна. "Ей, төре, мынауыңның емін тапсан, кесерін кесіп тастаймын. Егер таппасаң, осы аурудан өлесің" деп айтты дейді. Ойбай тақсыр қалпем, бұның емі не деп айтты дейді. Бұның емі 7 жылы тумаған ту осы деп айтты дейді. Содан бағана көтере бүтін аңшысын, қақпаншысын, бүкітшісін, та жүгіртетінде, ана-бұнасын бәрі пысықтығы жігіттер бәрін шақып, "Ай, осындай 7 жылғы ту осы көргендерің бар ма?" Табы бар еді дейді ғой. Қайсы ту орыс керек екен дейді. Сөйсі ой, оны білмейміз деп, сөйсі бағана Мүсірбай дейді. "О, қызымды сізге құрған қу." Ғана жетті. Қызайдың жұртта қалған ыңналы мен өрісті жүрген мал болса, қандай көрер едің қазалдар? Айдап бақтап жатыр дейді. Сонымен, бұларың ештеңке білмейді бұлар. Қызайдың малын ұрлағаннан басқа түк те білмейді, барымташым бар мүмкін. Бұны бір білсе жалай шорам дейді. Деп айтты дейді. Бұратала жақта болған әңгіме ғой сонда? Ой, білмеймін қай жақта болған енді. Ол адам қаңғып қай жерде қайда білмейді. Мүсірбайын қай қаңғып жүргендердің адам ғой енді. Енді ана жалайыр шораға жақта ойылды. Сонымен жалайыр шора білетті айтты дейді. Ой, жалайыр шора қайда? Ой, ол шудың бойында. Сол жақтан барып алып білесің, сол біледі. Одан біз кішкі білмейді. Сен білмейсің осылер, сендер. Деп бағана жерде аузына келген айтып бақтап жатыр дейді. Содан, ой, ондай болса жалайыр шораға деп бағана көтере қат жазып.
Жалайыр шораға. Bir adam жіберіп сүргөжек деген аты бар екен. Сол атқа мінгізіпті. Bir атты жетегіне беріпті. Sen осымен суыт жүріп отырып бар. Ол адам осы шудың бойында. Дейді екен, содан соң онды Тарбағатай жақта ғой енді. Сол Тарбағатайдан жүріп отырып 7 күн дегенде жетектер ат болдырып қалды дейді. Сонда 13 күн дегенде сүргөжек пенен шудың бойына жетіпті дейді. Жетіп бағанағы жерде сол сораны тауып, жалайыр сораны. Бағана қағазды беріпті, қағазды оқып отырып. Ай, мынау Сүрбай деген кім бұл? Деген досын, ойбай, бұл қызың Нұрайының баласының табанын майданып кеткен біреу екен ала. Айнын, менің жалайыр сор екендігімді, менің 7 жылдық туып орыс көргенімді қайдан екен бұл дейді. Деп отырып, мен осы Көкшікірдің басында жазда бес шығып кеткен екен, соны қайырып берейін деп таңертең ерте атқанып шығып, ана Көкшікірдің басынан шыққан уақытта бір борсы шыққан екен, жарықтық. Қаша алмай дөңгеріп отыр, астында күнге кіріп кетті. Сен 7 жылдық 9 жылдық туып орыс баласың деп кеткен. Соны білген мынау не дегені, бұл кім бұл? Деп айтты дейді. Бақсын айтып кетір осында. Бақсын Сүрбайды айтып кетір. Ой, осындай осы Қызайдың адам еді бәлені. Ойбай, қыздар ақтыңға. Табаны майдан әріп кеткен. Қой екен ғой деп айтты дейді. Сүрбай сонда Қызайдың қайсынан шыққан? Кетіп бер, қайсы Қызайдың шыққан қайдан білмеймін, қайсыға қойды. Өздерің тауылмайсың. Соны менен болады. Дұрыс. Мен жігіттерді шақырып, мен адам деп мен осындай жіберді екен, алыстан кетті екенсің. Барады мен. Тауып берейін деп. Содан жігітті жинап жіберіп ертесінде. Бағана Көкшікірдің астындағы енді қазыпты. 9 күн дегенде қазып бағана борсықты алып. Тірдей алып келді айтқан дейді. Тірдей алып келесің өлтірмейді. Содан оны бір кебежеге салып, оның күн ол кебе ол борсықтың, және бір кебеже салып оған борсықтың есіндей бір салмағындай бірден келіп салып беріп, сонымен бір атанға артып, бағанағы жігітпен жолға салып, содан жүріп отырып, қайтып келіп жолдағы атын арып, сол жүргеннен жүріп отырып әйтеуір 1 ай ма, 1 жарым ай дегенде жеткен екен дейді. Содан келгеннен кейін Сүрбай сол борсықты екі жағына екі ағашты орнатып, оның ортасына кермен тартып, керменің тістектен іліп, борсықты қой баста табақты қояды екен де, борсықты ұрады екен. Сонда қан тамады екен, қанды табаққа. Тегене сияқты ма, табаққа ма, сол сияқты бірдеңе кетті. Қардақтың қаны деген сол. Досы барады екен, енді қазанды әкел дейді, қазанды алып келеді екен, қазанды алып келгеннен кейін суды құй дейді екен, суды құяды екен, судың үстінде борсықты бар, сәл дейді екен. Ал енді қайнат дейді екен, сонымен қайнатады екен. Ой, бір күн қайнағанда бетіне жүніс шығыпты. Оны сүзіп алып ұстапты, 2 күн қайнатыпты. Сүйектері арсасы, әппақ болып сүйегін сүзіп ұстапты. Баған ішінде боқ, қарын, бай, саймен қайнап жатыр. Әбден қайнатқанда тосақ болды. Қарасамын сияқты бір екен қатындардың алып. Тартып суамды ғой енді. Тартып. Сонымен әлдің 9 бөлекке бөліпті. Осындайдан 9 бөлекке бөліп, сабын қысатып. Бағанағы қанға 9 шара суды құйыпты, 9 кесе ғой енді шарасы. 9 кесе сабын, оны бөлек құйып. Ей, төре депті. Мына біреусін жейсің. Мына суды ішесің. Onun gün 9 gün yemeysin. 9 günden gün birisini yiyeceksin. 9 81 günde kaytıp geleyim. Sonda yazılasın deyip pes kattıydı. Sondan gün oy Kuday tileyini versin deyip bağına götürü. Sonradan sol yeydi eken. 81 gün degende sonda kurt avuru eken, sol kurt avuru bir jağıyla bırak düşüp kaptıydı, ağzına kapattıydı. Sodan 81 gün degende шығып кішкене ауылдарға да жерге барып келген соң. Келіпті. Сүрбай.
Ой, төрем қандай болдың? Ой, рахмет, бәлем өтігем. Содан тұр. Ой, енді не бұйымтайың бар еді, мен жазылдым міне. Шүкір Алла қатарға қосылды. Ай, маған сүрге жөгіңді бер депті. Сол менің маңдайыма басып мініп жүрген жалғыз атым еді. Саналған 200 жылға сан шересі. Жылқының құлағы қызыңды бәлеп түгенің түстіге Қызайдың Мүсірбай келіпті. Керейдің құрт болып жатқан төресін жазып дегеннің өзі 1000 жыл келе емес кетіп қалды дейді. Осындай бопты, сондай әулие бар ма дейді. Кім біледі, бар ма жоқ па? Қазір қаптап жүр Қызай деген. Міне екеуі отыр, екі жағында дедім. Қара керейдің емес қой. Күледі арқадан. Сөйтіп әңгімесін айтып берген едім арқом. Ол енді сол қара керейдің сол бай жігіттерін екен сол қазақ еді. Өзі бізді жақын тартып, апарып, бір ашқанаға апарып, мейман қылып, әңгімесін айтып, сойтып айтқан. Енді бұл жерге келгенде оны естігем жоқ екен, Мүсірбай деген кім екен білмейміз. Бегімбет па, Дербіс па біреусінен. Енді сол қиялдан Қызайдан шыққан Қиялбай әулиетке Мүсірбай деген сөз бар енді. Осы бар енді осы. Өйткені әлгі сіздердің едігеден шыққан бір бақсы бар болатын. Кім еді? Инаят бақсы. Ол бір келіпті бір кезеңде біздің бір үйге. Сонда сол ой бір айқайлады. Қылайдан шыққан Қиялбай әулиетке Мүсірбай. Оның кейін әлгі Қасен бүркінің әкесі, Мұса бүркі. Ой, Мұсаны айтып, Қасенді айтып, бір зардағаны бар ма үйсің дейді. Әлемге әлем жаңғыртқан. Бөй, бала күнімде содан адамын естіген бала күнімде. Кейін сол аны жақтан адамын естіген. Ол адам әкесінің атын білмейсің, пойыздаға аты кім дедіңіз? Пойызда бекет басты. Әлен дедім ғой. Әлен, әкесінің атын білмейсіз, е? Әкесінің атын кім екенін біледі. Әлен, атым Әлен деді. 1881 жылғы әңгіме бұл, е? Ол 82 жылы. 82 жылғы әңгіме. 5-ші айдың қаншасы екен, сол 5-ші айдың ішінде. Дұрыс. Осында естігем санды ғой, сен тыңдайын деп отырғаның осы ма? Енді Әлекең ол тағы басқа әңгіме айтқан жоқ па? Одан басқа айтқан жоқ, оның кейін өзі уақыт бітіп кетті, тамақты жеп болды, қайтадан пойызға шықты, сонымен бір жерге бардық, одан бір жерге бардық, өз жұмысына кетіп, өз жұмысына кетті. Соның кейін фабрикаға кетіп қалдық па деймін. Үрімжінің бір шибақытты өндіретін фабрикасы бар екен, соған үліп кеттік ана Боғданың тауының түбінде ішінде. Соған кетіп қалды, сол пойыз бекетінде қалып қалды. Осындай әңгімелерді естіп едік. Енді ондай әңгімелерді айтатын адамдар азырақ қояды жоқ. Енді басқа біз білмейтіндей естіген қандай әңгімелеріңіз бар? Енді басқа ештеңені білмеймін, енді басқа әне күні біреулер айтып жатыр енді, ол өтірік сөздерге бодаң жоқ қой. Ал туысқандарым, міне тыңдап көрдіңіздер, бұрын соңды естімеген әңгіме. Енді естідіңіздер, кімдер бар екенімізде, қандай мықтылар шыққанын кезінде елдің аузында айтылып жүрген. Ол тура сол Қара керейдің мықтысы, вокзалдың бастығы болған адам өстіп айтып отыр екен. Бұны сол себептен де орталарыңызға тастап отырмын. Мүсірбай деген кім? Енді ұрпақтары бар шығар, тыңдап бассаңыздар, көріп бассаңыздар. Әкелеріңіздің қандай мықты болғандықтарын біліңіздер. Көп рахмет сіздерге. Келесі кездескенше. Ой, және бір әңгімеге қап тоқтап. Жаңа өресіге қапты.